Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін біз қандай топырақ құнарлы тақырыбымен танысатын боламыз? Жедел жауап. Бір топырақтың құрамында не бар? Ауа, су, құм, саз, қарашірік, тірі ағзалар, құрттар, микроағзалар. Екі топырақтың қасиеттері. Құнарлылығы, су сіңіргіштігі, ауа өткізгіштігі, тығыздығы. Түсі. Үш құнарлылық дегеніміз не? Құнарлылық топырақтың өсімдіктерді қоректік заттармен қамтамасыз етіп, жақсы өсіру қабілеті. Құм топырақ суды тез сіңіреді, су ұстамайды. Саз топырақ суды баяу өткізеді, ұзақ ұстайды. Қара топырақ суды жақсы сіңіріп, ұзақ сақтайды. Ағаш көшетін отырғызуға ең қолайлы топырақ қара топырақ. Топырақ құнарлылығын арттыру жолдары. Бір тыңайтқыш қолдану. Органикалық тыңайтқыштар, көң, компост, шірінді. Минералды тыңайтқыштар, азот, фосфор, калий. Өсімдікке қажетті қоректік заттарды толықтырады. Екі ауыспалы егіс жүргізу. Бір жерге жыл сайын бір дақылды екпеу. Бұршақ тұқымдастарды егу, беде, жоңышқа. Топырақтағы азот көбейеді. Үш топырақты дұрыс өңдеу. Терең жырту. Қопсыту. Ауа мен судың жақсы өтуіне көмектеседі. 4. Суару жүйесін дұрыс пайдалану. Тамшылатып суару. Артық су жібермеу. Топырақ тұзданбайды, құнарлылығы сақталады. 5. Жел мен су эрозиясынан қорғау. Ағаш отырғызу. Қорғаныш орман жолақтары. Құнарлы қабат шайылып кетпейді. 6. Топыраққа демалыс беру. Кей жылдары жерді бос қалдыру бар. Қоректік заттар қайта жиналады. Қыста топырақ құнарлылығын арттыру жолдары. Бірі қар тоқтату. Егістікке қар жинау. Қар ерігенде топыраққа ылғал мол сіңеді, қоректік заттар шайылмайды. 2. Органикалық тыңайтқыш енгізу. Көң, компост, шірінді. Қыста олар біртіндеп ыдырап, көктемде топырақты байытады. 3. Өсімдік қалдықтарын сақтау. Сабан, жапырақ, сабақтарды жыртып көму. Қарашірік түзіледі, топырақ құнарлылығы артады. 4. Топырақты жалаңаш қалдырмау. Аңыз қалдыру. Жел эрозиясынан қорғайды, ылғалды сақтайды. 5. Жерді таптамау. Қыс мезгілінде топыраққа ауыр техника түсірмеу. Топырақ тығыздалып кетпейді. 6. Күздік дақылдар егу. Күздік бидай, қара бидай. Тамыры топырақты бекітіп, құрылымын жақсартады. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Келесі сабақты көру үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып пікір жазуды ұмытпа.